Қалайсыздар? Біз бүгін күйеуіміз екеуміз осы ваннаның ішіндегі сливкимен алыстық. Сливки дей ма? Сонымен алыстық. Бұны жөндемесе жұмысымыздың бәрі осыған келіп тақалып тұр. Таңертең жуыну керек, үй жинау керек, ыдыс-аяқ жуу керек дегендей. Сонымен, түске дейін жүрдік қой осымен. Ол болмай магазинге бардық, магазин араладық. Сонымен әйтеуір киеліп, оны күйеуім жасағаннан кейін обязательно жанында тұру керексің. Әкел, тарт, ыста. Анан әкел, мынан әкел, тағы басқасы бар. Сол, жанында тұру керексің ғой. Содан қош, әйтеуір біттік жасап. Содан айтты, күйеуім айтты, түске дейін жұмыс жасадым ба, енді түстен кейін мен мазалама деді, жарайды дедім. Негізі әйел адамның жұмысы көрінбейді ғой. Үй жинау, тамақ жасау, кір жуу, күнделікті одной тоже. Оны еркектер түсініп атқан ешқайсысы жоқ деп бәріне топырақ шашып тастадым ба? Ренжімеңіздер. Но бірақ Қазақстанда 70% еркектер сондай деп ойлаймын өз басым. Кейде ойлаймын, мен ғана осындаймын ба? Күйеуім жұмыс жасаған кезде, бір нәрсені жасаған кезде жанында барып кел, шауып кел болып тұрам ба депші. Себебі осы күйеуім тыныш болсыншы, осыны жасап тастағанша, осы ашуланбасыншы, осы жасасыншы депші. Өзімнің жұмысым жайына қалады, но күйеуім жанында тұрамын ғой, біткенше ол. Ол жұмысын жасап біткеннен кейін өзімнің жұмысыма спокойно жұмыс жасай беруге болады да. Ал енді ол жұмыс жасап жатқанда мен жұмыс жасап жатсам, ар жақтан айғайлап шығады ғой. Сонымен қойыңыздаршы, жарайды, күйеуім талай жерге апарып тастаппын ғой. Осы жаман күйеулеріміз аман болсыншы. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.